Қайырлы күн, менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін бүрмелі чак-чак істейтін боламыз. Оған бірінші 200 грамм сүт, 200 грамм су, қант 2-3 ас қасық, жарты шай қасық тұз және біздің маргариніміз. Осылардың бәрін енді оның үстіне қосамыз керегінше. Негізі 700-800 граммдай ұн кетеді. Осындай қамырымыз жұмсақ болу керек. Енді осы қамырымызды 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Нанымыз дайын. Енді осыны пісеміз. Бөліктерге бөліп алдық. Енді 4-5 тығып тағы бөлеміз. Осылай 4-5 тығып, өзіңіздің қалауыңызбен кесіп аламыз. Одан кейін сұйылмайға қуырамыз. Мінекей достар, жаңағы піскен чак-чагымызды сгущенкамен араластырамыз. Сонымен чак-чагымыз дайын, шай ішіп беруімізге болады. Сгущенканы қосып, осылай араластырамыз. Чак-чагымыз қытырлақ болды. Мінекей чак-чагымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.